жоспарлама жасап, ауылда 4 бас сиыр малы бар екендігін, жалпы құны 1 миллион теңге сататын айтып ұсыныс білдірген. Сәрсемалиевтің алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін бірнеше рет сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену болып, қылмыстық құқықбұзушылық делдал туралы беймәлім болған Ораз Мұқанғалиевтің ұсынысын қабылдап, бірінші барып сиыр малдардың жағдайларын көретіндігін айтқан. 10 желтоқсан 2025 жылы сағат 09:00 шамасында Ораз Қызылбұға ауданы Жангелдин ауылы Абишев көшесі номер 13/1 мекенжайында орналасқан шаруашылық ғимаратына барып, ондағы каравалинге тиесілі 4 бас сиыр малдардың жағдайларын көріп, Мұқанғалиев келсек, жағдайы жақсы 2 бас сиыр малын әрқайсысына 250 мың теңгеден, яғни жалпы 500 мың теңгеге алатын айтқан. Мұқанғалиевтің атымен WhatsApp мессенджері арқылы әрекет етуші Сәрсемалиев Ораздың ұсынысын қабылдап, соңғысы каравалин Каспий кезет қосымшасында есеп шотына 500 мың теңге ақша қаражатын аударып, 2 бас сиыр малын алып кеткен. Осылайша Сәрсемалиев алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін бірнеше рет сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену, қылмыстық құқықбұзушылық делдалын нәтижелі түрде орындауынан каравалиннің Каспий кезет қосымшасына есеп шотына түскен 500 мың теңге ақша қаражатын заңсыз иемделіп, өз қажеттілігіне жұмсаған.